Сәлеметсіңдер ме, 2 сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілінен 1 және 2 сабақтарды орындайтын боламыз. Менімен бірге орындаңдар. 1 сабақ тіл және сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не? 1 жаттығу. Мәтінді тыңда. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді. Білмегенін сұрайды, кеңеседі. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Тіл арқылы адамдар не істейді? Тіл арқылы адамдар бір-бірін түсінеді және білмегендерін сұрайды. Жарайсыңдар, алғашқы 2 сөйлемді көшіріп жазыңдар балалар. Және де ол сөйлемде қанша сөз бар екенін санап көріңдер. Келесі суреттерге қарайық. Оқушы қыз жазу жазып жатыр, ал мұғалім кітап оқып жатыр. Не балалар? Ал 2 суретте анасы мен баласы дүкенде жүр, ал баласы анасына үлкен ойыншықты алып беруін сұрап жатыр, я? 3 суретте кішкентай қыз және оның қасында мысық отыр екен. Енді сұрақтарға жауап берейік. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? 1 суретте қандай еді балалар? Жазу жазып отыр, я, оқушы қыз? Ол бізде жазбаша болады. Ал анасы мен баласының сөйлескені ауызша болады. 2 сұрақ. Қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма? Әрине бар. Мысалы балалар, 2 суретте естеріңде ме? Анасына баласы ойыншық әперуін қолымен көрсетіп тұр, я? Қимылмен, ыммен көрсетіп тұр. Жарайсыңдар. 3 жан-жануарлар сөйлей ме? Жан-жануарлар сөйлей алмайды, я? Олар тек қана дыбыс шығарады. Жарайсыңдар балалар, келесі. Төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола ала ма? Оқу мен жазу егіз. Бұны 1 суретке алсақ болады, я? Оқушы қызымыз жазу жазып отырды, ал ұстазымыз кітап оқып тұрды. Бұны 1 суреттің атауы қылып алсақ болады екен. Келесі, ым мен қимыл түсіну құралы. Бұл 2 сурет анасы мен баласының дүкенде жүрген кезіндегі қимыл іс-әрекеттерінің атауы бола алады екен. Келесі, мысық неге мияулайды? Көрдіңдер ме балалар? Жан-жануарлар сөйлемейді, тек қана дыбыс шығарады. Бұл 3 суретіміздің атауы бола алады екен. Жарайсыңдар. 3 жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Адамға ғана тән. Балалар, адамға не тән болуы мүмкін? Астында керекті сөздерді жазып қойыпты. Дыбыс, сөйлеу және сөйлей алмайды. Адамға әрине сөйлеу тән болады екен. Сөйлеу адамға ғана тән. 2 жан-жануарлар. Жан-жануарлар не істейді балалар? Сөйлей алмайды. Дұрыс айтасыңдар. Олар тек не шығарады балалар? Дыбыс шығарады. Жарайсыңдар. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің 1 сөзі бас әріппен жазылады, яғни үлкен әріппен жазады екенбіз. Келесі шығармашылық үзіліс. Балалар, ертең мектепке барғанда жасап көріңдер. Тәжірибе бұл. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің. Жарайсыңдар балалар. Ауызша және жазбаша сөйлеу 2 сабақ. 5 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суреттер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа да түрлі таңбалар пайдаланылады. Енді сұрақтарды жалғастырып көр және жауап бер дейді. Ауызша сөйлеу дегеніміз не? Ауызша сөйлеу дегеніміз біз оны естиміз және айтады екенбіз.
Екінші, жазбаша сөйлеу дегеніміз не? Жазбаша сөйлеу біз жазамыз, балалар? Енді келесі үшінші және төртінші сұрақты ойластырып көрейік. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын қалай жеткізген? Алғашқы адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеп жеткізген екен. Келесі, мұндай ескі суреттер қай жақта сақталған? Ондай суреттер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған екен, балалар. Келесі, 6-шы жаттығу. Суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Сыныптас досыңмен бірге талқыла дейді. Бізде суретте, балалар, не берілген? Компьютер беріліпті. Компьютермен біз жазбаша сөйлесе аламыз. Әртүрлі сайттар арқылы бір-бірімізбен хабар алмасып, яғни жазбаша сөйлесе алады екенбіз, балалар. Достарыңмен талқылап көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Компьютермен жұмыс істеу нұсқаулығын толықтырып жаз. Бірінші, экранға жақын отырма, қисаймай тік отыр. Және компьютердің алдында ұзақ отырма. Төртіншіге не қосасыңдар, балалар? Өздеріңнің ойларыңды айтып көріңдер. Келесі, шығармашылық үзіліс. Жұмбақтар мен шешуіндегі заттарды сәйкестендір. Сөзі дана, үні жоқ. Сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем дейді. Бұл не болуы мүмкін, балалар? Өзі дана екен, бірақ үні жоқ екен. Әрине ол кітап. Жарайсыңдар. Келесі, әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші. Әр үйде бар тапқышым, кәне білші. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл радио екен. Оның ішінде ән де айтады, күй де тартады, және де әртүрлі бағдарламаларды да тыңдасақ болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. 8-ші жаттығу. Суреттегі заттардың алғашқы әріптерінен сандардың реті бойынша сөз шығарып айт дейді. Бірінші сурет жүзім. Ж әрпін аламыз, Екінші сурет алма, А әрпі. Үшінші сурет зымыран, З әрпі. Төртінші сурет балық, Б әрпі. Бесінші сурет алмұрт, А әрпі. Алтыншы сурет шана, Ш әрпі. Жетінші сурет ананас, А әрпі. Яғни әрбір заттың ең бірінші басталып жатқан әріптерін алып, жазбаша деген сөз шығарды, балалар, көрдіңдер ме? Бүгінгі өткен тақырыбымыз ауызша сөйлеу және жазбаша сөйлеу. Ал бұл суреттен біз жазбаша деген сөзді шығардық. Жарайсыңдар, балалар. Сау болыңдар.